Бір ғана клик сіздің көз қарасыңызды өзгертуі мүмкін. Журналисттің текстерін СММ кішкене жеңілдетеді. Қылмыстық кодекстің үкімі шықпай жатып, алаяқ деп айтуына болмайды. Бүгінгі таңда медиа саласында сапалы ақпарат пен жаппай қаралым арасында үлкен бәсеке жүріп жатыр. 100 жылдық беделін бір-ақ күнде жермен жексен етеміз. Кликбейт жаңалықтар көбейіп тұр. Бұның бәрі әлбетте журналистік этикаға кері әсерін етеді. Шындық өте аз. Бір ғана клик сіздің көз қарасыңызды өзгертуі мүмкін. Газет, журналдар тарих қойнауына кетіп, бүкіл әлем бір ғана смартфонға сыйып тұр. Алайда, ақпарат тасқынының астында нағыз шындық қайда қалды? Бүгінгі репортажымызда хайп пен жауапкершіліктің ара жігін ажыратып, СММ тәсілдерінің журналистік этиканы қалай трансформациялап жатқанын талқылаймыз. Бүгінде ақпарат тек дерек емес, ол СММ алгоритмдері басқаратын экономикалық тауар. Журналистің кәсіби міндеті мен әлеуметтік желінің лайк қуу саясаты арасында үлкен қайшылық туды. Бұл қайшылық медиа саласындағы жаңа этикалық дағдарыстың бастауы. Теориялық тұрғыдан алсақ, журналистік этика бұл мызғымас моральдық кодекс. Бірақ агрессивті маркетинг дәуірінде бұл кодекстің маңызы қаншалықты? Сөз мәдениеті мен кәсіби беделдің бүгінгі салмағын маман пікірімен саралап көрейік. Жалпы дәстүрлі медианың, дәстүрлі журналистиканың өкілі ретінде мен айтар едім, біз өкінішке қарай көрерменнің, тыңдарманның, әлеуметтік желіні қолданушылардың құл болып бара жатырмыз. Кішкене журналистика заңдылығынан аттап дегендей. Бірақ заман бір орында тұрмайды, өзгеріске ұшырап жатыр. Журналистиканың көп жанрларының өзі жоқ деп айтуға болады. Сондықтан құл болып бара жатқан жоқпыз біз оқырманның, әлгі контенттің, бірақ бізде өзгеріске икемделуіміз керек. Тақырыптың өзі айқайлап тұру керек. Ішіндегі сөздерінің өзі, мәселен сәл шұбалаңқы, салалас, сабақтас, құрмалас сөйлемдер кішкене азайттық. Мимика, эмоция, энергия барлығын қоспасақ, қазіргі таңда әлеуметтік желіде ақпараттарымызды жеткізу, оны оқырманға, көрерменге өткізу оңай емес. Сондықтан СММ мен журналист бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болу керек. Неге? Журналисттің текстерін СММ кішкене жеңілдетеді. Әлеуметтік желі деген үлкен платформа, ол деген үлкен ғылым қойып қарағанда, оған тек журналист емес, барлық маман иелері СММ арқылы ғана кіре алады. СММ болмаса, біз өзіміз, мәселен, біз журналист, біз халықпен жұмыс істейміз, біз өзіміз білеміз деу болмайды. Өйткені ол интернет әлемі СММ мамандары арқылы ғана жұмыс істеп тұрған, сол арқылы ғана кәдімгідей дәріптеліп тұрған үлкен пространство болып қарағанда. Аудиторияның басым бөлігі ақпаратты әлеуметтік желіден тұтынатыны бүгінгі күннің шындығы. Бірақ сан қуған заманда сапа қай деңгейде? Жаңалықтың тақырыбына қызығып, бірақ мазмұнынан ештеңе таппай алданып қалған оқырман ертең сол басылымға сене ме? Желідегі ақпарат тасқынына халықтың көзқарасы қандай? Кезекті блиц сауалнамамыздан біле аласыздар. Көбінесе әлеуметтік желілерде сондай дүркіреп бір жаңалықтар шыққан кезде, соған қызығып кірген кездерінде күткен нәрседен аз нәрсе көрген жағдайлар болған. Егер бәрі шулап сондай болса сенетін шығармын, ал егер былай бір көзбен көріп қана өтіп кете салсам, ондай көп сене бермеймін. Айқайлап тұрады, ішіне кіресең тек су да, дым информация ала алмайсың. Ондай кезде көңілің қалады, қазір больше өзің ары қарай өзің ізденіп кетесің ғой. Біздің қазір өміріміз бәрі интернетпен байланысты ғой. Қазір көрінген заттың бәрін интернетке сала береді ғой. Ол жақтан только сыртқы бейнесін ішіне кіріп бермейді да, тек визуально береді бізге информацияны. И думаю, сенуге болады только на 50%-ке. Қазір кезде мысалға әлеуметтік желіде ондай жағдайлар өте көп. Названиясын более жаңағыдай вызывающий жазып қойып, допустим, кіресің, бірақ астында ештеңе жоқ. Ол көбінесе просмотр жинау үшін ғой негізгі. Содан кейін особо ашпаймын қазір. Госканал болса, енді госканал госпропагандаға жатады, оған особо сенбеймін. Пабликтарға кішкене тоже сенім аздау. Қазір өйткені шындық өте аз. Шындықты айта алатын адам да аз, шындықтың өзі де аз қазіргі. Поэтому любой ақпаратты тексеру керек. Әлеуметтік жаңалықтарға енді арасында келген кезде бір 100%-ның бір 70%-іне мен сенемін. Болды. Оны тек Инстаграм, әлеуметтік желідегі парақшаларда ғана емес, тіпті сайттардың өзінде кейде байқап қалам. Тақырыбына қызығып басасың,
ал ішіне кірсең материалда мүлде басқа ақпарат. Ондай сәттер жиі болып тұрады десем қателеспеймін. Өзім енді факт-чекингті жоғары қоям, ақпараттарға сене бермеймін. 3-4 жерден оқып, оны қарап, солай тексеріп алам. Ақпараттарға сене бермеймін, көзіме түскен ақпаратқа. Желідегі трендтер мен қаралым қуу үрдісі құқықтық жауапкершіліктен жоғары ма? SMM-дегі шексіз еркіндік ақпараттық этиканың төмендеуіне алып келмей ме? Бұл сұрақтың заңдық қырын білу үшін біз тәжірибелі заңгер Шахризада Рашид қызына хабарластық. Қазіргі таңда SMM саласында, жалпы журналистика саласында қылмыстық іс қозғалған журналистер өте көп. Оның шегінде осы хайп қуу мәселесі және аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дегеннің шекарасында қылмыстық жауаптылыққа қалайтын адамдар бар. Сондықтан да қазіргі таңда біреудің бейнесін жариялайтын кезде, біреудің ақпараттарын жариялайтын кезде аса мұқияттылық қажет. Егер біреудің бейнесін жариялаған жағдайда азаматтық кодекстің 145 бабына сәйкес өз бейнесі құқық негізінде моральдық және материалдық шығын өндіре алады. Ал біреудің ақпараттарын жариялайтын кезде журналистер немесе SMM мамандар онда нақты сенімді болу керек. Яғни мысалы біреуді алаяқ немесе осындай бір атаулармен атап жіберуі мүмкін. Мысалы кез келген адамды бізде қылмыстық кодекстің үкімі шықпай жатып алаяқ деп айтуына болмайды. Сол секілді қандай да бір ақпараттар тарататын кезде де шындыққа сәйкес келмейтін, жанаспайтын ақпараттар таратқан жағдайда онда жауа жабумен ол қылмыстық жауаптылыққа қалайды. Яғни қазіргі таңда бұл нәрселердің барлығы тікелей қадағалауда. Осы қадағалаудың нәтижесінде екі фактор өте жиі кездеседі. Үшіншісі нәсілдік бөлушілік. Қылмыстық кодексте 174 бап бар. Адамдарды ұлтына, нәсіліне байланысты тілдік мәселені қолдаймын дейді дағы ұлттар арасында араздықты туындатып жүретін жағдайлар болады. Осы жағдайда да SMM журналист мамандардың жазаланған жағдайлары практикада өте көп. Сондықтан да кез келген ақпаратты салатын кезде ішкі сүзгіден өткізіп, эмоционалдық басымдыққа емес, хайпқа емес, алдымен заң шеңберінде бақылау жүргізу қажет. Бүгінгі таңда медиа саласында сапалы ақпарат пен жаппай қаралым арасында үлкен бәсеке жүріп жатыр. SMM стратегиялары аудиторияны жаулап алудың басты құралына айналған тұста кәсіби жауапкершілік мәселесі бірінші орынға шығады. Алгоритмдер дәуірінде ақпараттық этиканы қалай сақтауға болады? Сөз кезегі осы салада бірнеше жылдық тәжірибесі бар SMM маманы Аружан Мәуленбайда. Медиадағы ең өткір, тіпті жанды жеріміз деп те айтсам болады. Менің осы SMM саласында жүргеніме 3 жылдан астам уақыт өтті. Соның ішінде заң газеті сияқты ресми басылымда жұмыс істеудің жауапкершілігі өте жоғары. Көбінесе адамдар SMM дегенді жалпы қалай түсінеді? Тек көңіл көтеру немесе жеңіл бір хайп контент ретінде ойлайды. Бірақ SMM маманы ретінде басқа қырын мен айтып беретін едім. Жалпы біздің қолымызда алгоритмдер мен аудиторияның назарын басқару бір үлкен күш тұр. Ал ол күшті біз қалай пайдаланамыз жалпы? Бұл біздің тікелей этикамызға, адамгершілік ұжданымызға байланысты. Жалпы осы уақытқа дейін жұмыс істеп байқағаным менің маңызды заң тақырыптары немесе күрделі бір құқықтық тақырыптар болады ғой, соларды этикадан аттамай-ақ трендке шығаруға болады. SMM маманы ретінде менің мақсатым тек қана лайк жинау емес, біреудің контенттің пайдалы болуына жұмыс істеуім керек. Яғни мен оқырманға нақты көмегін тиген қалаймын да. Мойындау керек, қазіргі кезде хайп арқылы бір күнде көп қаралым жинауға болады. Техникалық тұрғыдан аса қиын шаруа емес ол негізі. Бірақ бізде журналистикалық этика мен SMM стратегиясы тоғысқан кезде біз саннан бұрын сапа мен сенімді бірінші орынға қоямыз да. Егер біз маркетинг арқылы креативпен ойнаймыз деп біреудің тағдырын ойыншық қылсақ, немесе жаңағыдай ақпаратты бұрмалап жіберсек, онда біз жаңағы газеттің 100 жылдық беделін бір-ақ күнде жермен жексен етеміз. Жалпы менің осы 3 жылда түйгенім бар да, бұл SMM тек жылтыраған мұқаба емес, ол бір үлкен жауапкершілік деп айтсам болады. Біз ақпаратты халыққа жеңілдетіп жеткіземіз, бірақ мағынасына тиіспейміз. Талқылап отырған бұл тартыс тек Қазақстанның медиа кеңістігімен шектелмейді. Бүгінде ақпараттық этика шекара талғамайтын жаһандық дертке айналды. Цифрлық алгоритмдер мен трансформация дәуірі бүкіл әлем журналистерін ортақ дилемманың алдына қойды. Кәсіби ұжданды сақтау ма, әлде цифрлық ағынға жұтылып кету ме? Бұл бүкіл адамзат медиасының бетпе-бет келген үлкен сынағы. Осы жаһандық дағдарыстың тамырын тереңірек түсіну үшін біз халықаралық деңгейдегі сарапшылардың пікіріне құлақ түреміз. Желілер енді жаңалық таратқысы келмейді. Олар тек ойын-сауыққа басымдық береді. Бұл журналистерді көбірек хайп жасауға итермелейді.
Аудитория қазір ресми басылымдардан көрі, жекелеген блогерлер мен креаторларға көбірек сенеді. Бұл журналистік этика мен жауапкершіліктің шекарасын бұлдыратып жіберді. Жасанды интеллект, контентті тез жасауға көмектескенімен, ақпараттың анықтығына үлкен нұқсан келтіруі мүмкін. Көптеген редакциялар жылдамдық үшін этиканы екінші планға ысырып жатыр. СММ стратегиялардың журналистік этикаға ықпалы өкінішке қарай қазір керісінше кері жағынан, негатив жағынан мол болып тұр. Яғни просмотр жинау, қаралым жинау, көп жаңағы кликбейт жаңалықтар көбейіп тұр. Бұның бәрі әлбетте журналистік этикаға кері әсерін етеді. Бірақ бұл да өткінші, өйткені көзі қарақты оқырман, тыңдарман, көрермен, олар бәрібірде ненің не екенін біліп отырады. Одан кейін журналистің ішкі цензурасы деген бар, ол беруге болатын жаңалық, болмайтын жаңалық. Яғни заң жүзінде рұқсат етілсе де, журналист өзі таңдайды. Ішкі цензурасы сүзгіден өткізеді. Мысалы, мына ақпаратты берсем, қоғамға қандай пайдасы бар деп. Бірақ өкінішке қарай сол журналистердің көпшілігінде қазір ішкі цензура дұрыс жұмыс істемейді. Қандай жеңіл желпі, кейде тіпті жаңағыдай этикаға қайшы келетін, кәсіби этикаға қайшы келетін ақпараттарды тарататын жағдайлар көп кездеседі. Бұның бәрі әлбетте кері әсер етеді. Бұл зерттеуден түйгенім бір ғана ақиқат. СММ стратегиялары журналистиканы жойып жібере алмайды. Бірақ оның тазалығын үлкен сынаққа салады. Лайк пен қаралым бүгін бар, ертең жоқ өткінші құбылыс. Ал кәсіби абырой мен мызғымас этика уақыт сынынан мүдірмей өтетін мәңгілік капитал. Біз осы екі ұғымның арасындағы алтын көпірді сақтауымыз тиіс. Өйткені ақпараттық шудың ішіндегі шындықтың құны өлшеусіз. Кәсіби ақпарат пен арзан хайптың ара жігін ажырата біліңіздер. Сіздермен болған Аяулы Мейрам қызы, келесі кездескенше.